Саламатсыздар ма? Келесі диагноз мынау балдарда көп кездеседі қазіргі таңда. Туа біткен ақаулар, оның ішінде ДЦП, аутизм, эпилепсия, черепное давление, мынау глазное давление дейді. Осы бас, ми, қан тамырымен связаны балдарда көп кездесетін осы проблемаларға не беру керек? Невропатологтардың тұғырынан. Неврологический нервтік жүйесіне, ми қан тамырларының жетістігіне, жақсы жетуіне, дамуына өте мықты әсер ететін бізде осы витамарин А+ және Б+ өнімді берсеңіз болады. Егер де жаңағы жоғарыда айтылған диагноздар кездесетін болса, 4-тен 1 шай қасық витамарин А+ таңертең қоссаңыздар болады, және де 4-тен 1 шай қасық витамарин Б+ кешке жатар кезде қоссаңыздар болады. Және келесі диагноз өкпемен связаны, яғни бронхит, астма, пневмония, плеврит, мынау вирусты пневмония, немесе коронавирустық проблемалар. Вот сол кезде не береміз? Ең өкпе бронхолитик мықты тазалайтын продукция бізде. Оның бірі витамарин А+, Б+, екінші түрі бар, ол мынау саумал өнімі. Яғни витамарин А+, Б+ өнімін, как обычный дозамен, А+ таңертең 1 шай қасық, Б+ кешке 1 шай қасық берсеңіздер болады. Және де саумал продукциясын 1 капсуладан күніне 3 мезгіл тамақпен бірге қоссаңыздар болады. Таңертең, түсте, кешке. Және де бұл капсуланың мөлшерін егер қатты асқынған пневмониялық жол болатын болса, 2 капсуладан күніне 3 мезгілден қосса оларыңызға болады. Және де